Балалық шаққа саяхат. Шіркін, балалық шақта не болмады? Біздің ауыл құмға бай, денеге жұқпайтын әппақ шағыл құм. Онда адыраспан көп өседі. Балалар құм арасында адыраспанды паналап, жасырынбақ ойнайды. Құмда жүретін улы жыландардан еш қорықпаймыз. Улы жылан құмның астына кіріп шығып жүреді. Ал судағы уы жоқ, шақпайтын жыланды қолымызбен ұстап ойнаймыз. Ауылдың түйелері көлде жүріп пішен жейтін. Бірде көлдің ортасына барып қармақ салдым. Кенет қатты соққан желден қайығым аударылып кетті. Суға ағып кете жаздадым. Су бетінде қарманып жанталастым. Сол кезде бір түйе жүзіп келіп, мені өркешіне отырғызды. Жағаға алып шықты. Сонда түйенің адам баласына бауырмал жануар екеніне көзім жетті. Міне, менің балалық шағым қызықтарға толы көгілдір көлде өтті. Сол көлдің жағалауында, сол аралдарда, сол жолдарда қалды. Шөмішбай Сарыев. Бұл жерде шағыл құм деген сөз көлдің жағалауындағы майда құм, адыраспан деген иісі өткір дәрілік шөп. Пішен су ішінде өсетін құрақ шөп. Шөмішбай Сарыев ақын туған жеріндегі Арал теңізі туралы Сағынышым теңізден соққан жел атты шығармалар жазған.